Махаббат бетпердесін киген құштарлық. Құштарлық әртүрлі қарым-қатынастарда қылаң береді. Махаббат, достық, жай таныстық, туыстық, қарым-қатынастарда да. Көбіне қарабайыр құштарлықты махаббат не достықпен шатастырып алып жатамыз. Махаббат тұтынушы құштарлығы. Бір адам екіншісін пайдаланғанды ұнататын қатынас. Кез келген затты тұтынғанындай тұтынады. Екеуі ара қарым-қатынастан тұтынушы өзіне керегін ғана алады. Ары қарай өз қалауынша өмір сүреді. Тек қана өзінің көңіл күйін күйттейді. Өйткені затты тұтына беруге құлықты болмайды. Тұтынушыдан тұрақтылықты талап етер болса, түйткілі басталып, іс насырға шабады. Егер тұтынушы сізді осындай сезіммен сүйсе, бұл қарым-қатынаста ешқашан тұрақтылық болмайды. Өйткені тұтынушы бір тағамды үнемі қалай бермейді ғой. Тұтынушы екеуінің арасында өзін зат, тауар сезіну көп адамға жайсыз тиетіні сөзсіз. Арада кикілжің басталады. Мұндай қарым-қатынас төсекке деген сұраныстан ғана туса, екі тарапты да қанағаттандыруы мүмкін. Екеудің бірі сезім күтсе, қарым-қатынас баянсыз болмақ. Меншік құштарлық. Тұтынушы құштарлығынан айырмасы мұнда тұрақтылық пайда болады. Тұтынушыға қарағанда меншік иесі өз затын мейлінше пайдаланғысы келеді. Сол үшін оған үйленуге де бар, сағат сайын кәдесіне жаратуға да пейілді. Меншік иесі өз затына қамқорлық танытады. Сынын бермесін деп, сұлу қалпын сақтасын деп отырады. Өзі пайдалануы үшін лайықты болғанын қалайды. Егер зат қарсылық білдірсе, меншік иесі қызғаныш білдіреді. Өз затынан айырылып қалатындай көреді. Егер заты өте қымбат болса, одан айырылған меншік иесі қатты сағынып қайғырады. Бала құштарлық. Өзіне қамқор адамға деген құштарлық. Өзіңнің өмірің үшін бар жауапкершілікті сол адамға арта салуға болады. Ата-анасын күйеуімен немесе жас үлкен жолдасымен ауыстырып алу. Егер ата-анасы балаға тым қатал болып, ол өздігінен өмір сүріп көрмеген болса, осындай адамға жауапкершілікті біреуге сілтеу ыңғайлы болып тұрады. Бала құштарлық әдетте адалдықпен толықтырылады. Толыққан сол адамның дегеніне көнеді. Бұдан да қатты сенімділік сезінгісі келеді. Ыңғайлылық ауанынан шеттеп қалғысы келмейді. Бала сияқты ештеңе ойламай өмір сүруге бейім. Мұндай құштарлықты қолпаштап отырса, адам регресске ұшырайды. Ересек кейіптегі балаға айналады. Қамқоршысын жоғалтып алу бала үшін барлық қорғанынан айырылудай. Қорқыныш пен үрей бас көтереді. Мұндай қорқыныштан бала өзінің қамқоршысынан аяушылық сезімді ғана тудырады. Ол қамқоршысы тастап кетпеу үшін мұндай аяушылыққа өздігінен барады. Өзіне деген қамқорлыққа осылай жетіп тынады. Қамқоршының құштарлығы. Бұл ата-ананың құштарлығы. Ол үнемі қамқорлық танытып, қожайын сынады. Бұл махаббат емес. Түбіне үңілсек, бұл өзінің ата-аналық инстинктін қанағаттандыру, өзімшілдігін көрсету. Бұл адамның қарым-қатынасы көбіне баламен табысқанда орнықты болады. Оның басқаруға бейімдігіне екінші сыңары басып тұрады. Егер бұлар жұбайлар болса, төсекте қиындық туындауы ықтимал. Мұндай қарым-қатынаста жақындық азғындыққа балануы да мүмкін. Егер бала бұл қарым-қатынастан өсіп кетсе, ол ересек махаббат іздеп кетеді.
ойынпаздың құштарлығы. Ойынпаздың құштарлығы екі жұбайдың да ортақ қызығушылығы бар кезде бірдей қуана алатын шақта оянады. Көбіне мұндай қатынас достар арасында кездеседі. Егер екеудің бірі ойынға қызығушылығын жоғалтса, қарым-қатынас дағдарысқа ұшырайды. Жыныстық қатынаста бұл құштарлық жас өспірімдерге тән. Тұрмыс бұл құштарлықты көтере алмайды. Серігіңнің құштарлығы ересек адамдар арасындағы қарым-қатынасты сипаттайды. Кей жағдайда бірнеше құштарлық қатар көрініс береді. Алғашқы кезде екі адам бір-біріне жаңа білісіп жатқан шақта терең түсінісуі де, мүлде түсінбеушілік те қатар орын алады. Бірде күткеніне қол жеткізсе, бірде үміт ақталмайды. Санасы сау адам үнемі бала құштарлықпен не қамқорлық танытып, болмаса тұтынушы болып өмір сүрмейді. Бұл рөлдер қарым-қатынаста шақтап қана орындалады. Жағдайға байланысты ғана. Екі адам бір-бірін үнемі қуантып отыру керек. Кейде бала болып, кейде қамқорлық танытып, бір-біріне үйренісу, ұрысып қалу қалыпты жағдай. Бұл жағдайлар қарым-қатынасты орнықты етеді. Ересек адамдар бір-бірін тапқанда өз қателіктерін мойындап отырады. Орынсыз, жөнсіз талаптарынан бас тартады. Инфантилді тұлға өзінің қателігін іштен басады, кінәлін іздейді. Ал есейген адам ақиқатты іздейді. Өзінің қателіктерін өзгертуге, өзі де түбегейлі ілгерілеуге бар ерік күшін жұмсайды. Мықты, сенімді, үйлесімді қарым-қатынас осындай. Ересек серіктестік негізінде өсіп шығады. Құштарлық туа біткен олқылықты сезінуден пайда болады. Біз өзімізді толық білмегендіктен тамыр жаяды. Бүтіндігімізді сезінбегендіктен. Сондықтан өзімізді жұбайымызбен толықтырғымыз келіп тұрады. Шын мәнінде бұлардың бәрі сезімге жеңіл қараудан басталады. Шын қиындықты өмір көрсетеді. Автор Игорь Саторин. Аударған Шынар Әбілда.